Помыш. Екінші бөлім. Осыдан соң біз мүлде көріспей кеттік. Мен емтихандарымды тапсырып жүрдім де ол туралы ойлауға мүлде уақыт болмай кетті. Менің жолым болып түрік университетіне оқуға түстім. Қаладан кетіп, студенттік өмірдің қызығына баспен кіріп кеттім. Уақыт өте келе мен ауладағы досымды ұмыта бастадым. Бір жылдан соң демалыста үйіме келдім. Туыстарым, достарым, мен бақытты едім. Бір кеште мен сыныптастарыммен кездесіп, үйіме келе жатқан едім. Бір ер адамның дауысы тоқтатты. Тосыннан шыққан дауысқа есім шығып келді. Артыма қарасам, ер адам тұр екен. Жаман оймен мұны ұры деп ойладым да, қашпақшы болып тұр едім. Бір нәрсе ұстап қалды. Қорқыныш ұстап қалды ма, әлде басқа нәрсе ме? Әлгі адамның даусы жұмсақ екен. Ол маған зиян бермес деген ой келді. Не керек саған? Деп мыңқ еттім. Бауырым, сен жақсы адамсың. Мен сенің осы жерде тұратыныңды білемін. Сенің үйіңе келгеніңді көріп қасыңа келуге бел байладым. Айтайын дегенім, бұл жерде сенен басқа менің ешкімім жоқ. Рахмет саған, жігітім. Осы кезде барып оны таныдым. Бұл менің қайыршым болатын. Оның үстіне мен үйден алып шығып берген менің әкемнің ескі жейдесі мен аяқ киімі болды. Ол таза әрі ұқыпты болып тұр. Жұпыны киінсе де сақал-мұртын қырған, шашын алған тәп-тәуір адам. Әссәлаумағалейкум деп ұялғанымнан міңгірледім. Өйткені біз ешқашанда сөйлеспеген едік қой. Уағалейкум ассалам. Есіңде ме? Сен маған кітап сыйлаған едің ғой. Оны көрген кезде мен ұзақ жыладым. Сол кезде мен өзімнің даладағы қаңғыбас ит емес екенімді түсіндім. Сен берген киімдерді киіп, ұстара сатып алдым да, туыстарымның үйіне барып, жуынып шайындым. Осыдан соң жұмыс іздей бастадым. Алғашында жүк сүйреуші болдым. Кейін есік алдын сыпырдым. Ал қазір Құдайдың көмегімен қоймада күзетшімін. Сол жерде ұйықтаймын. Ал күндіз жүк тасып жұмыс істеймін. Мен намаз бастадым. Сені тауып алған себебім алғыс айтпақшымын. Сен өмірде маған көмекші болдың, бауырым. Мен саған қарыздармын. Жүрегімді қандай қуаныш билегенін білсеңіздер ғой. Қолын ыстық қысып, оған былай дедім. Аллаға шүкір. Сізді мен емес, Алла сақтап қалды. Субханалла. Ол менің қолымды күлімдей қысып, біраз тұрды да қоштасып кете барды. Мен үйіме жүгіріп кіре сала, бөлмемнің есігін жауып алып, Алла тағалаға мадақ ретінде осы адамның себебімен менің жүрегім нұрландырғаны үшін және де жасаған амалымның жемісін көргенім үшін 2 рет сәжде жасадым. Алла ұлық. Ислам жайлы білуге қақылы адамдардың барын ұмытпайықшы. Исламға шақыру әрбір мұсылманның борышы.